Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсем. Бүгін балаларға таңғы ас дайындаймыз. Сіздер де менімен бірге дайындаңыздар. Бізге керекті зат шұжық, жұмыртқа, ірімшік, сүт қажет. Ең алдымен біз жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне тұзымызды саламыз. Одан кейін сүтімізді құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Венчиктің көмегімен осылай барлығын бір тегіс араластырып алдым. Енді пісіретін ыдысымызды алып, оның ішіне май жағамыз. Майды шет-шетіне жағып шығамыз, жабыспас үшін. Ыдысымызға туралған шұжығымызды саламыз. Одан кейін сүт пен жұмыртқамызды үстіне құямыз. Үстіне құйып болғаннан кейін ірімшікті мен тілімдеп кесіп алдым. Сіздер күштен өткізсеңіздер де болады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз 200 градусқа. Толықтай қызарғанша пісіреміз. Ерекше жұмыртқамыз пісті. Омлетіміз шұжық қосылған. Тез дайындалады, өте дәмді. Балаларға өте ұнайды. Әсіресе жұмыртқа жемейтін балаларға ұнайды деген сенімдемін. Орта сүлпілдек, өте дәмді. Сіздер де осындай пайдалы дәмді ас дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.